Мен Ауғанбай Ұлықберді, Қарағанды облысы Нұра ауданы Абай атындағы Шұбаркөл жалпы орта білім беру мектебінің 11 сынып оқушысымын. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай мен сіздерге Абай ақынның көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа әнін оқып беремін. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ой түрленіп ауған шақта, салған ән көлеңкес сол көңілдің тактысына беленсін ол құлаққа. Шырқап қалқып, сорғылап тамылжиды, жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алма сондай сида. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Киіз ауық киімің дертін қозғап, жас балаша жүректі жақсы батар. Адам аз мұны біліп ән саларлық, тыңдаушыдас ол әннен бәхір аларлық. Мұңмен шыққан оралған тәтті күйге жылы жүрек қайда бар қозғаларлық. Көбінесе ән басы келеді ащы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап тауысар қаңғыр-күңгір, сол жеріне ойыңмен араласшы. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей шыққан сөзге көңілдің тағы да бір өсері бар. Білімдіден аяман сөздің майын, алты өлеңмен білдірдім әннің жайын. Ездің басы қаңғырсын, ердің көңіл жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. Көкірегінде оты бар ойлы адамға бұл сөзімнің суреті тұрар дайын.